қалыптастырушы, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының биыл туғанына 175 жыл толып отыр. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаңды ұқсатпақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл берсеңіз деп жырлаған Абай Құнанбайұлының Қазақстан ғылымның тарихы музейінде алар орны ерекше. Музей экспозицияларынан Абайдың жас кезіндегі балалармен түскен және отбасымен түскен соңғы суретін, сонымен қатар еңбектері мен басқа да жәдігерлерді көре аласыздар. Ұлы ақын Абай шығыс, батыс, Ресей ғұлама ойшылдарының ойларымен және мәдениетімен өте жақсы таныс болған. 170-ке жуық өлең жазса, 56 аударма жасап, поэмалар мен атақты өзінің қара сөздерін артынан із қалдырған болатын. Абай қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер ойшыл. Абайдың мол мұрасы, ой тұжырымдары барша адамзат үшін рухани азық болып табылады.